неғып мына үйдегі шыбынды өлтірмейсіздер бала? Қатын, бала? Не шыбындар үйде қаптап кеткен? Жаз болса болды, мына шыбындар қаптап. Кеңнің ауыз. Бала, бер келчіз. Ау, папа, не болды? Бәрі жақсы ма, папа? Бергеші мінжеге. Неғып мына шыбындарды өлтірмейсіздер, үйде бірдеңе істесеңдер ше. Інің жүрісі мынау, не істемейсің сенде? Бар, қабар, шыбындарды өлтіресің бар. Кетпе, ұстама, шыбындарды өлтір бар. Жұмыс істемейсіздер, пашамайды екеуің. Мына әкең осы кет қабар. Кет бар сен. Сен мен өскеннен кейін сөйлесем. Сен бала бергел отыр мінжеге, тез отыр мінжеге. Болды, папа, өлтіреміз ғой шыбынды, інім, өлтіреміз, інім? Тіл қайтарма маған, тіл қайтарма маған. Сабағыңды оқып барып жұмыстар істедір өлі. Әкең түсінгендер құтырып кеткен бұл балалар дейді. Біз кезімізде дейтін, телефон түгілі бізде дейтін. Дым болмады ол қасқа. Ұйықтап алайын мен бір. Вообще бар ғой, папа, біздің папа неге жаман? То ұрса береді, то сабақ оқып дей береді, то жұмыс істейді дей береді, бар емес пе? Шаршап кеттім мен пападан. Не, кетші бар сенде. Бір құлақ баса екен бір жерден. Құлақ папа кинодағындай неғып өзгеріп кетпейді біздің папа. Өзгеріп кетсе екен солай. Құлақ қап бір күшті папа болып кетпей ма? Қой мен бір жұмыс істейін ке өлтіреді тағы да. Қатынана сүлгінді алып көш мен душқа түсіп алайын. Терлеп кеттім үстім бәрі. Дейсің, мен жер аяғымды аласың, аяқты кадрын аласың жерден. Ойбай, басым, қатын. Не болды жаным, ойбай, жаным құлап қапты ғой. Бала, скорый шақыр құсын, әкең құлады ғой. Папа құлап қалды? Уже орындалып кетті ма не? Папа! Ойбай, басым, кім қарғап жіберді екен? Жаным, шай ішейікші. Жаным дей ма? Жаным сіз. Неменеге таңғалып отырсың? Жаным емессің ма? Мен сені жақсы көремін ғой, ботақаным. Жүр шай ішейікші. Сосын кешкісін мен саған массаж жасап берем, тамақ ішейік, жүрші кеттік жаным сол. Қасқа мынау құлап өзгеріп кетіпті ғой мынау. Баяғыдан есі құлату керек еді ғой мына. Жүр құрсын ішейік шай. Сосын папа біз лагерге барайық деп едік. Бізді лагерге жібересіз ба? Ақша бересіз ба лагерге? 150 мың теңге дейсіз. Конечно, лагерге бару керек. Төлеймін ақшасын бәрін. Атошқа да саған да барып келіңдер лагерге. Қанша? 150 мың ба? Болды, берем қазір. Бір рассрочка ба, бірден алып берем ға. О-ма-йо, папа дейтін кәдімгідей кинодағындай өзгеріп кетті ғой, мынау жақсы ғой. Мынау пайдалану керек. Атош, папаны айтам да, өзгеріп кетіпті ғой деймін да. Пайдалану керек, Ақшасын бәрін алайық та, чипсы алайық. Менде ақша. Ой, бұл ақша жетпейді ғой. Пападан ақша алайық, ма? Так, мына светті жасап қойдым. Короче, мына үйдің светін жасап қойдым, жаным. Мына бөлмені жасадым. Мына бөлменің ручкасын жасап қойдым, жаным. Мынаны қара. 30 жылда бір свет жасап отыр. Алла, күшті болды ғой, құрсын жақсы болды ғой. Молодец. Есікті жасап қойдыңдар ма? Молодецсіңдер. Балам, сен темек шегіп жүрсің ба не? Шеге бер темекің, мен ұрыспаймын, ма? Әйтеуір, мен көзімше шекпесеңдер болды әйтеуір. Сосын мен саған новый телефон алып қойдым. Есік алдында машина тұр. Машина алып қойдым саған, ма? Шын ба, папа? Рахмет, пап, көп. Мен сіз жақсы көрем, папа. Болды, көзіңізше шекпеймін. Жаным маған сүлгі алып кеш, тағы да душқа түсіп алайыншы, терлеп кеттім. Ой, пашамай! Ой, басым. Басым-ай. Қасқа, жаным, құлақ қалған нес? Ойбай, бәрі жақсы ма, жаным? Папа, бәрі нормально ма? Папа, бәрі жақсы ма? Бәрі жақсы ма, сізсе? Құлақ қалған жоқ қызда басымызда ұрды. Бәрі жақсы ма? Прикол ұстап тұсындар ма маған? Скорый шақырыңдар ба? Не сосын үйді бардақ болып жатыр? Жинаңдар мына үйді тез. Қасқа мына өзгеріп кетті ал. Мама, бітті мынау ақшасын сұрайды менен. Құдай. Папа, бәрі жақсы ғой, сізде, Мен компьютер ойнай берейін онда барып. Не компьютері? Сатшы бер ана компьютердің бәрі, сатшы берем мен. Не ана телефон ұстап ағасың ба сен? Сат ана телефонды, пашамайды. Бәле ақшаның бәрін құрт бұлар. Әкең светтерді өшіріңдер, эконом жасаңдар тез. Ана қатын қайда? Мен наличка ақшам қайда? Қалтында 40 мың теңге, қатын. Папа өзгерген жоқ, Атош. Ой, 40 мың, біле. Ой! Мен өзгерген жоқ ме? Бермес сен қатын. Ойбай, кешір, балам, қаштық. Қаш!